бізге ешқашан ең маңызды нәрселерді бірінші үйретпеген. Түні бойы жылап шыққаннан кейін таңертең қалай тұруды, өзіңе тиген соққыны қалай кешіре білуді, адамдарды қалай жіберу керектігін, өзгелердің сөзіне қалай мән бермеуді, өзіңді қалай жақсы көру керектігін. Бізге ешқашан өзгелер өздерінің қызғанышынан сені еш себепсіз сындыратынын да ескертпеген. Ешқашан ең жақын адамдарың бір күнде сені лақтырып кететіндігін ескертпеді. Бізге мүлдем кей адамдар бірінші күні жақсы көремін деп, екінші күні жоғалып кетуі мүмкіндігін де ескертпеген. Керісінше бізге, егер сен белгілі бір тапсырманы орындай алмадың ба, онда сен ақымақсың деген сезімді үйретті. Бізге қателік жасамауды үйретті. Қателік ол жаман деді. Алайда адам қателіктер арқылы ғана шындалады. Соны неге ескермеген? Бізге адамдарды сыйлауды да жақсы үйреткен. Өз ойымызды айқын жеткізу әдепсіздіктің белгісі деп те үйретті. Алайда жастардың ойы да есепке алыну керек емес пе? Бізге ешқашан ең басты нәрселерді бірінші үйретпеген. Бізге барлығы жақсы болады деп өтірік айтқан. Ал мен шындықты жақсы көремін. Ең бастысы өзіңе сен. Сен бұл видеоны осы жерге шейін көрдің бе? Сен мені естіп тұрсың ба? Өзіңе сен. Осындай тематикадағы видеоларды шығармағаныма біраз уақыт болып қалды, сол себепті енді осындай видеоларды аптасына бір рет болсын шығарып тұруға уәде беремін. Егер видеоны лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.